Баянауылда 240 миллион теңгеге салынған су жаңа әуежай кәдеге жарамай қаңырап тұр. Өйткені таулы аймақтағы ұшақтарды ұшырып қондыратын жолағы халықаралық стандарттарға сәйкес салынбаған. Бүгін аудан әкімінің есеп беру жиынында тұрғындар қазынаның қыруар қаржысына салынған нысанның келешегі қалай болатынын сұрады. Әкім оны инвестор есебінен іске асыруды жоспарлап отырғанын айтып жеткізді. Торгово-логистический центр. Біз бұл ғимаратты кәдеге жаратуды ойластырып отырмыз. Мұнда ипподром, шаңғы базасы не болмаса, сауда орталығын ашу жоспары бар. Ғимарат республикалық жолдың бойында орналасқан, сауда-саттыққа өте ыңғайлы. Нысан аумағында үлкен алаң бар. Сондықтан біз бұны туристерге қызмет көрсететін қажетті орынға айналдырғымыз келеді. Осы мақсатта инвестор іздестіріп жатырмыз. Аудандағы шағын әуежай Павлодар облысының бұрынғы әкімі Болат Бақауовтың тапсырмасымен салынған. Құрылысы 2016 жылы басталып, 2018 жылы аяқталды. Сол кезде ауданды басқарған Оразгелді Қайыргелдінов биыл қаңтарда қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3,5 жылға жаза арқалаған еді.